Мынау дак матасы мен 1 метр базардан сатып алып келдім. Бұдан мен гладильный доскаға чехол тігетін боламын. Және содан біраз сіздерге өзімді көрсетіп кетейін. Міне дак матасын төмен қаратып, бетін төмен қаратып жайып аламыз. Үстіне гладильный доскамызды қойып, шетін ручкамен, карандашпен сызып шығамыз. Дәл гладильный досканың бойымен сызып шығамыз. Және содан сол сызықтан 10 сантиметр припуск қалдырып, тағы да бір қабат сызып шығып, сол жерден қиятын боламыз. Ол бізге кейін гладильный досканың шнурын тағу үшін керек болады. Міне қыздар, сызып алдым, және одан 10 сантиметр артық етіп, жан-жағынан полностью припуск қалдырдым. Міне қазір осы боймен кесіп алатын боламын. Міне қыздар, кесіп алдым. Енді міне 10 сантиметр кесіп алдым. Қазір енді бұны машинкаға отырып, 3 сантиметр қалдырып отырып тігетін боламыз. Міне қыздар, қайырып, осылай припускты тігіп шықтым. Ішіне шнур немесе резинка салуларыңызға болады. Осындай әдемі дак матасынан небәрі 1 метр матадан бір талай артық қалады екен, әрине. Осындай әдемі водостойкий чехол шықты.